Қадірмен достар, жұмыс орныңыз медстраховканы төлеп жүр ма, қалай білуге болатындығын мен сіздерге көрсетем. Және Каспий Голд арқылы тоже өзіңізге де төлеуге болады, соны көрсетем. Сіз оған дейін арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Ал кеттік. Googleға кіреміз. Мына жерге FMS деп тұр, міне осыны басамыз. FMS деп жазамыз. Біріншісіне кіреміз. Біз мынаған кіреміз, жасылға. Определить статус дейді. Определить статус. Жерге ин жазамыз. Мотоцикл. Подтвердить. Запросить. Осылай тексересіз. Ваш текущий статус застрахован дейді. Каспий арқылы қалай медстраховканы өзіңізге төлеуге болады. Неге кіреміз? Госуслуга. Так, мынаған кіреміз. Отчисление және міне екіншісі. Міне болды. Мына жерге тек осы айыңызды саласыз. Сосын мына жерге иіңізді саласыз. Болды. Терес автоматически төлеп тастайсыз. Сосын тағы бір вариант бар. Бүйтуге болады. Платежға кіріп, мына жерге 122 деп басуға болады. Міне 3 түрі шықты. ИП-сі барларға басасыз. Болды. Дәл осылай, дым қиындығы жоқ. Арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қызықты әрі пайдалы ақпараттарды мен YouTube арнама салып отыратын боламын. Рахмет.